Қазір біз артығын алып та дегенді ойын ойнаймыз. Мен сендерге суреттерді берем. Сендер мұқият қара, артық суреттерді алып тастайсың. Сен топқа үшеуді сендер ойнаймыз. Ойнамыз. Аяла, не артық? Мұнда немеді шу кемесі артық және жердің үстінде жүретін неге артық деп ойлайсыңдар? Өйткені мыналардың бәрі олар ұшатын көліктер, ал мына екеуі болса ұшпайды. Жақсы, суреттерді оны тақтаға дейміз. Ал сендерде не артық? Сонымен артық бізде машина болады. Жақсы. Жоқ, артықты білмейміз. Қалғаны дейміз, артығын алып тастаймыз. Дұрыстап білдер. Сонымен бізде суреттерде не бейнеленген? Ұшақтар. Барлық ұшақтар ма? Жоқ. Әлі. Ұшақтар, ұшақ. Зымыран. Келесі мынаның барлығын балалар ұшу аппараттары. Біздің бүгінгі бөлігіміз ол ұшу аппараттарды білеміз бе? Сендер ұшу аппараттары туралы не білесіңдер? Мұғалім, тік ұшақ ол тау жерлерде оларға адамдар болғанда оларды құтқарады және орманда от жанса адамдар от қалдырса оны сөндіреді. Жақсы отыр, тағы ұшу аппараттар туралы не білеміз? Не үшін олар қажет? Тағы Малика? Қандай аппарат туралы айтып екен? Анда ұшаққа адамдар отырады, ұшақ оларды басқа жерлерге апарады. Жақсы. Ұшақты жүргізетін кім? Ұшқыш дейді. Ал сендер ұшқыш болғыларың келе ме? Онда біз қазір ұшқыш туралы бейне жазба көреміз. Мұқият қараңдар қандай болу керек екенін. Әке көрген оң жаңа. 28 жасар Алмас әке жолын қуғандардың бірі. Ол бұдан 8 жыл бұрын Қазақ азаматтық авиация академиясын бітіріп, әуе кемесінің тізгініне ие болған еді. Ал бүгінде Эмbraer деп аталатын ұшақтың командирі. Осы саланы таңдағаным менің әкемнің мамандығы да ұшқыш. Сол әкем сияқты кішкентай кезімнен ұшқыш боламын деп әртүрлі шетел мемлекеттерді аралағым келді. Сонымен қатар отбасы мүшелері мені қолдады. Әсіресе анам. Әкем сияқты ұшқыш болып, әкемнің мамандығын жалғастыруына өте риза болдым. Ұшқыштар аптасына кейде 3, кейде 5 күн жұмыс істеп, оның бәрі ұшу кестесіне сай белгіленеді екен. Ал сапардан келген ұшқышқа ұзағырақ демалыс беріледі. Олар күнделікті жұмыс күнін медициналық тексерістен өтуден бастайды. Ұшар алдында бүкіл экипаж мүшелері медициналық бақылаудан өтіп, бағыт бойынша метеорологиялық ақпаратпен танысады.
Содан кейін барып арнайы сол ақпарат бюросына мәлімет алып, 12 мүшелері арасында талқылайды. Содан кейін өз дайындығын береді сапарға. Содан кейін барып арнайы инженерлер дайындаған ұшаққа келеді және оны тексеріп сапарын бастайды. Әуе кемесін аспанға көтерер алдында ұшқыштар 30-40 минут уақыттарын дайындыққа жұмсайды. Себебі темір құстың құралдары өте көп, бірақ ең қызығы автокөлік сияқты мұнда кілт болмайды екен. Жалпы осы ұшақта кілт болмайды. Осы ұшақты қосу үшін арнайы қосқышты біз қозғап, осы әуе кемесін қозғалысқа келтіреміз. Ар жағы біз осы ұшақты қосқаннан кейін, сапарға дайындалғаннан кейін, ұшып-қону жолағына қарай жылжимыз осы ұшақпен. Сол ұшу-қону жолағында біз ұшу-қонуына көтеріліп, сапарға ұшамыз. Иә, машине сияқты педаль деген нәрселер бар, бірақ ол машине сияқты газ тормоз деген мағынаны білмейді. Бұл бұл ұшақтың стабилизаторын қозғау үшін арналған педальдар. Кез келген ұшақ шамамен 11-12 шақырым биіктікте ұшады. Ұшу жылдамдығы сағатына 700-750 шақырымға жетеді екен. Бұл сол жаңағы двигательді реттейтін құрал. Осыны қозғап біз ұшар алдында ұшамыз. Көтеру үшін машинаның автокөліктің газы сияқты осы құралды қозғап біз ұшамыз. Көбінесе ұшып келе жатқанда осы жаңа ғасырдың жаңа технологияларымен жабдықталған ұшақтардың ең басты ми сияқты осы компьютер болады. Осы компьютермен көп жұмыс істейміз және ұшқанда қолмен штурвал деп аталатын құралды ұстап ұшамыз және айтқандай ұшақтың газын ұстап ұшамыз. Жердегі көліктен тағы бір айырмашылығы ұшақтың алдында төселіп жатқан жол жоқ. Ұшқыштар өз бағытын радиостанция әйтпесе GPS арқылы жерден берілген белгілермен арнайы карта арқылы табады. Жалпы сіздер көп ұзақ уақытқа шығасыздар, 8-9 сағаттар. Қандай мәселесін біз сол ұшақтың бөлменің ішінде тамақтанамыз, бірақ біз екі ұшқыш кезек-кезек тамақтанамыз. Жарты сағат арасында. Сол тамақпен ойланып қалмас үшін сол жарты сағат уақытты күтіп бір-бірімізден кейін тамақтанамыз. Сіз тамақтанар алдында жаныңызда отырған ұшқышқа не деп айтасыз? Қандай бір ережелер бар ма? Иә, ережелер бар. Ол ағылшын тілінде, технологияның бүкіл жұмысы ағылшын тілінде жасалынған. EU-Control, EU-Communication деп команда береміз. Сол команда бойынша ол ұшақты айдайды. Алмас ұшқыш ретінде Ресей, Ұлыбритания, Германия, Италия, Үндістан, Қытай секілді көп мемлекеттерде болып қайтыпты. Осылайша жиі сапарда жүретіндіктен ол бала шағасының суреттерін әрдайым қалтасына салып жүреді екен. Ал отбасының суретінен басқа ұшқыштардың қалтасында тағы не жүруі? Аспанда көп уақытын өткізетін ұшқыштың қалтасында ұшқыш лицензиясы, төлқұжат, қалам, отбасының фотобейнесі болады деп ойлаймын. Міне, біз бүгін ұшқыштар туралы сыр шерттік. Егер сіз де болашақта дәл осы саланы таңдаймын десеңіз, маманның кеңесіне құлақ түріңіз. Ұшқыш болайын деген азаматтарға қойылатын талаптардың бірі денсаулықтары жақсы болу керек, тәртіпті, оқымысты, шыдамды болу керек деп ойлаймын. Әрине физика, математиканы жақсы игеру керек, әсіресе ағылшын тілін жақсы игеру керек. Осы салаларды, осы пәндерді жақсы білетін оқушылар жақсы ұшқыш болады деп ойлаймын. Ал балалар, сендер ұшқыш болу үшін сонда қандай болу керексіңдер? Болу керек, шыдамды, оқымысты. Жақсы. Оқыңдар. Онда ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Қазір оқулықпен жұмыс. Оқулықтарымызды ашамыз да 17-ші жаттығу. Жаттығуды оқып шығыңдар. Мұқият оқып шығыңдар.